Күншілдіктен, қызғаныштан құтылу жолдары. Қайрат Жолдыбайұлының Кемел адам кітабынан үзінді. Кез келген адамда күншілдік сезімі бар. Мысалы, ішіңізде біреудің дәулетіне, атақ мансабына деген қызғаныш сезімі оянып, мазаңыз қашты делік. Мұндай сезімді имани терең сана арқылы оңай жеңуге болады. Мына сұраққа жауап беріңізші. Сіз көре алмаушылық танытқан сол пәленшенің дәулеті мен атақ мансабын берген кім? Әрине Алла. Ендеше, сіз оны қызғану арқылы Алланың оған қатысты үкіміне, бөлген ризығына қарсы шығып тұрсыз. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Алланың нығметінің де дұшпандары болады деп еді. Сахабалары: олар кімдер? Деп сұрайды. Алла елшісі: Алланың құлдарына берген нығметтерін қызғанатын пенделер деп жауап берді. Байқадыңыз ба? Күншілдіктің иманыңызға қалай көлеңке түсіргенін. Осыны терең түсінсеңіз, қызғаныш жүрегіңізде қонақтамайтын болады. Екіншіден, кез келген дәулет, атақ мансап үлкен сынақ. Оның қайырлы яки қайырсызы бар. Оны бір Алланың өзі біледі. Жаратушы кейде бір құлын мол нығмет, үлкен мансаппен жазалайды. Сондықтан қайырлы яки қайырсыз екені беймәлім дүниені қызғанудың түкке де қажеті жоқ. Үшіншіден, кез келген нығмет, атақ мансап уақытша ғана. Олай болса, өтпелі пәни нәрсе қызғануға тұрмайды. Төртіншіден, қызғанған адамыңызға: уа Аллам, пәленшеген нығметіңді одан сайын арттыр, екі дүниесін қайырлы, берекелі тегір деп игі дұға жасаңыз. Игі дұғасы бар жүректе қызғаныш тұрмайды. Құрметті тыңдарман, күншілдігін, қызғанышын жеңе алмай жүрген танысыңызға сілтемесін жіберуді ұмытпаңыз.